Сәлем достар, сіздермен тағы да мен сіздерге бүгін екі таңбалы сандардың көбейтудің тез есептеудің тәсілдерін көрсетемін. Мысалы 72 көбейту 78 деген өрнекте қалай есептейміз? Ондықтары бірдей болу керек және бірліктерінің қосындысы 10-ға тең болу керек. Көбейтіндісінің алдыңғы екі разряды осы екі таңбалы екі санның ондық орындарындағы цифрлардың біріне бірді қосып көбейткенге тең болады. Демек 72 көбейту 78 мысалында көбейтуді орындау үшін 7 көбейту 7 қосу 1 тең болады 56. Енді бірліктерінің көбейтіндісін шығарамыз. 2 көбейту 8 тең болады 16. Демек жауабы 72-ні 78-ге көбейткен уақытта 5616 шығады. Сіздерді тексеріп көрсеңіздер болады. Мысалы тағалатын болсақ, 44 көбейту 46. Айтып кеткенімдей, ондықтары бірдей болу керек және бірліктерінің қосындысы 10-ға тең болу керек бұл жерде міндетті түрде. 4 көбейту 4 қосу 1 тең. 4-ті 5-ке көбейткенде 20, 4-ті 6-ға көбейтеміз 24. Демек 44 көбейту 46 тең болады 2024. Көбейтудің тез есептеудің тәсілдері сіздерге ұнаса, лайк басып, подписка жасаңыздар. Рахмет.